Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға облыстық тілдерді дамыту басқармасы жанындағы тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Алтынгүл Оталықызы Тәңірбергенова келіп отыр. Алтынгүл Оталықызы, студиямызға қош келдіңіз. Дәл қазір біздің қаламызда облыстық өнер фестивалі өтіп жатыр. Мектеп оқушылары арасында бұл тәуелсіздік жыр әнім деп аталады. Осы өнер фестивалінің барысы жөнінде білсек деп едік, кімдер қатысып жатыр, не үшін ұйымдастырылып жатыр, кімдер ұйымдастырып жатыр, және біздің оқушыларымыздың арасында бұл фестиваль қандай мақсатта өткізіліп жатыр, нені көздейді. Олай болса сөз кезегі өзіңізде, бізге айтып берсеңіз. Жақсы, жалпы еліміздің тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өтіп жатқан тәуелсіздік жыр атты фестивалі, яғни бұл бәрімізге белгілі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында, сондай-ақ тәрбие және білім кіші бағдарламасы және де отаным, тағдырым базалық бағыты бойынша жүзеге асырылып отыр. Бұл Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы ұйымдастыруымен өтіп жатқан тәуелсіздік жыр атты фестивалі. Бұл фестивальдің мақсаты жалпы рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру, сондай-ақ өскелең ұрпақты өсіп келе жатқан отанды сүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу, және де өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз, рухани байлығымыз, өзіміздің ұлттық өнерімізді, яғни төл өнерімізді насихаттау болып табылады. Сондай-ақ бұл жоба 3 жылдық жоба, яғни 2019 жылға дейін жалғасатын жоба. Биыл бірінші рет, алғаш рет өткізіліп тұр ғой. Яғни бұл фестиваль 3 жылдық жоба, яғни 2019 жылға дейін жалғасады деген сөз. Мектеп оқушыларының арасында жас ерекшелік шектелген бе? Кімдер қатысып жатыр? Мектеп оқушылар, яғни Ақтөбе қаласы, сондай-ақ Ақтөбе облысына қарасты аудандардан шақырылды. Оқушылар 5-11 класс аралығы, яғни 12-15 жас аралықтарындағы балдар қатысып, өз өнерлерін, яғни ішінен де ең жүйріктері, қырағы, тапқырлы балдар өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Яғни ол фестиваль қазіргі сәтте 63-ші мектеп лицей базасында болып жатыр. Қазылар алқасы мектеп мұғалімдері, сондай-ақ белгілі қаламызға белгілі ақындар, жалпы өнермен байланысы бар, өнермен байланысты белгілі азаматтар. Байланысты азаматтар. Бұл қандай өнер түрлерінен, қандай сатылардан өтеді? Жалпы бұл байқау 3 кезеңге тұрады. Ең бірінші тәуелсіздік, таза мінсіз асыл сөз, яғни шешендік өнер, көмейден жыр ағылсын, яғни өзі айтып тұрғандай жыршылыққа байланысты, және де тәуелсіздік тарту деп аталатын бала ақындар мүшәйрасы. Байқауға жалпы 70-тен аса оқушы келіп қатысып жатыр. Әрине. Бүгін күні бойы өтеді, әлі қорытындысы, құрметті көрермендер, бұл байқаудың қорытындысы әлі шығарылған жоқ. Егер бүгін аяқталып, осы қорытындысы белгілі болған уақытта біз ол жөнінде хабар беретін боламыз, әрине қосымша. Енді бұл тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен болғандықтан, тілге балалардың қазақ тілін жетік меңгеруіне, осы қазақ тілін дәріптеу жастардың арасында, әсіресе мектеп оқушыларының, қазіргі студент жастардың арасында осы тілімізге деген қызығушылықты ояту мақсатында ұйымдастырылып жатқан шараның бірі, әрине, әрі ел жандылыққа, отансүйгіштікке балаларды тәрбиелеу. Өзіңіз оқыту орталығының оқытушысыз, аз-маз осы оқыту орталығы жөнінде де сұрап өтейік. Қазір біздің ана тілімізге деген ақтөбеліктердің құрметі қандай деңгейде, кімдер келіп оқып жатыр қазір орталыққа? Жалпы Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы жанындағы тілдерді оқыту орталығы 10 жылдан бері жұмыс жасап келеді, өз жұмысын. Бұл орталықта мемлекеттік қызметкерлер, яғни біздің ерекшелігіміз ересек тұрғындар, сондай-ақ жалпы тілдерді тегін оқытуында ерекшелігіміз. Бұл біздің орталығымызға мемлекеттік қызметкерлер келіп те оқи алады, және де жалпы қаламыздың ана тілімізге, яғни басқа тілдерді үйренуге деген өзінің көкейінде ниет еткен кез келген жандар, қала тұрғындары да орталыққа келіп өз ниеттерін білдіріп жатқандар да бар. Енді өзге тілді былай қойғанда, әрине ағылшын тілін қазір екінің бірі үйреніп алғысы келеді, орыс тілін сірә меңгергенбіз, бірақ түпкілікті білу үшін де үйреніп жатамыз. Ал мынау қазақ тілін үйренуге деген ынталары қандай біздің ақтөбеліктердің? Әрине, мемлекеттік тіл, қазақ тілі, яғни бәріміздің көкейіміздегі ана тіліміз. Сондықтан ешқандай да адам келіп тұрған тыңдармандар күдік жоқ, ешқандай да олар мемлекеттік тілді үйренуге деген құлшыныстары өте зор. Қазір енді өзге ұлт өкілдері арасында көбейіп келе жатырған шығар осындай
үрдіс қандай жас шамалары қалай? Жаңағы айтып өткеніміз ересек тұрғындар, қаламыздың тұрғындары да бар, мемлекеттік қызметкерлер де бар, өзге ұлт өкілдері де бар. Өзге ұлт өкілдері тіпті сабақтан кейін де қалып, қосымша тағы да дайындалғымыз келеді деп өз ниеттерін білдіріп жатады. Әрине біз орталықты ол қуантатын жағдай. Курс қанша уақытқа созылады? Қазақ тілін үйренуге қанша уақыт қажет? 2-2,5 ай. 2-2,5 айда қазақ тілін меңгеріп шығуға болады. Бұл жерде әрине жалпы тыңдаушы келіп тұрған қатысушының ішкі уәжіне байланысты. Өзін білем, қазақ тілін үйренем дейтін азамат, ол ешқандай да қиындық тудырмай тілді меңгеріп ала алады деп ойлаймын. Талпыныс, бастысы уақыт мезгіл емес, бастысы адамның талпынысы, ынтасы. Тілді үйренемін деген адам әрине кез келген тілді үйрене алады. Оның ішінде қазақ тілі, енді өзіміз осы ана тілімізбен туғаннан кейін бізге оңай сияқты көрінеді, әрине өзге ұлт өкілдеріне қалай екен қайдан, бірақ осы Қазақстан жерінде тұрып жатқаннан кейін әрине оның әліппесін барлығы да білет деген сенімдеміз. Алтынгүл Оталқызы, бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Енді айтып өткенде жоғарыда бүгінгі байқаудың қорытындысын кейінірек жариялайтын боламыз. Келіп тұрыңыздар, жаңалықтарыңызбен бөліп тұрыңыздар. Сіздерден тек жақсы жаңалық күтеміз. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген облыстық тілдерді дамыту басқармасы жанындағы тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Алтынгүл Оталқызы Тәңірбергенова. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.